Сәлеметсіздер ме, құрметті Қаратөбе негізгі орта мектебінің сынып жетекшілері. Қазір сіздерге өз сыныптарыңызда оқушыларыңыздың логин парольдерін қалай активация жасау керектігін көрсетемін. Егер оқушыларыңыз бұрын берген пароль ұмытып қалса, немесе сіздер ол оқушыны активация жасамасаңыздар, қалай жасау керектігін көрсетемін. Бұл жерде тек қана әкімшілік қана істеп беру емес, сіздердің сынып жетекшілердің өздерінің логин парольдеріңізді теріп кіру арқылы өз парақшаларыңызда да жасай берулеріңізге сіздерде доступ бар. Енді оны қалай жасаймыз? Ертең онлайн сабақ басталған кезде оқушылар осы күнделік кезеттен үй тапсырмасын алады деп жатыр. Сол үшін оқушылар үй тапсырмасын аламай, күнделік кезеттеріне кіре алмай қалулары мүмкін. Егер сіздер парольдерін активация жасамасаңыздар, онда мен қазір көрсетемін, осы бойынша істеп шықсаңыздар болады. Ашылған бетте кіру деген батырманы басасыздар. Пайдаланушы аты деген жерге өздеріңіздің логиндеріңізді тересіздер. Міне, ашылған өздеріңіздің логин парольдеріңіз теріп кірген кезде мынандай парақшаларыңыз ашылатын білесіздер. Енді ашылған жерде менің сыныптарым деген батырманы басасыздар. Ашылған бетте 1, 5, 2 деген сыныптар көрсетеді. Яғни сіздер осы сыныптарға сабақ бересіздер деген сөз. Осы жерде өз сыныптарыңызды, мысалы 5 сынып болса 5-тің үстін басасыздар. Сол кезде сіздерге осы 5 сыныптың парақшасын ашып береді. Енді осы жерге қарасаңыздар, хабарландырулар, ата-аналар, мұғалім деген жазулардың жазылған тұсын қарасаңыздар, адамдар деген бар. Осы адамдар дегенді үстінен бір мәрте басасыздар. Сол кезде сіздерге осы 5 сыныптағы оқушыларды көрсетеді. Яғни 5 класста қанша оқушы бар, сол оқушылардың тізімі шығады. Көріп тұрғандарыңыздай, әр оқушы яғни жасыл түспен белгіленген және қоңыр түспен белгіленген. Яғни қоңыр түспен белгіленген оқушылар бұлар күнделік кезетке тіркеліп, шақыру қабылданған оқушылар, бірақ бұны жаңа сынып жетекші ары активация жасалмағаннан кейін осылай тұр. Енді бұл қоңырмен берілген оқушыларға әкімшіліктен мен цифр жазылған пароль беремін, сонымен активация жасайсыздар. Бұл қоңырмен берілген оқушыны сіздер істей алмайсыздар, өйткені оны күнделік кезетке тіркегенмен класс жетекші оны ары қарай активация жасамаған, шақыруда бар ол. Енді қалған мынау көкпен тұрған оқушыларға қалай парольдарын активация жасаймыз? Енді осы жерден, мысалы, Айтжан Нұртас Сабырұлы деген оқушының тұсына барсаңыздар, қаламның суреті бар. Осы қаламның суретін үстін бір мәрте басасыздар. Басқан кезде, яғни осы Айтжан Нұртастың парақшасы шығады. Осының жоғары жағына қарасаңыздар, міне қарап шығу, деректер, жетістіктер деген бетті қарап шықсаңыздар, міне пайдаланушы аты және құпия сөз деген сөз шығады. Осының үстін бір мәрте басасыздар. Яғни басқан кезде сіздерге мынандай пайдаланушы аты деген жерге сол оқушының логинін шығарып тұр. Яғни бұны күнделік кезеттің өзі шығарып жатыр. Бұл ешқандай өзгертілмейді. Бұл бұрыннан, яғни сентябрьде қабылданған кезде өзі берілген логин. Міне осыны сіздер қатесіз параққа жазып аласыздар. Енді астына қарасаңыздар, қазіргі құпия сөзді ысыру деген сөз тұр. Осының үстін бір мәрте басасыздар. Мәні басқаннан кейін ол қазіргі өзінің құпия сөзін ысырып тастайды, сіздерге уақытша құпия сөз, яғни цифрмен берілген уақытша құпия сөз беріп тұр. Осы цифрды сіздер және параққа жазып аласыздар, ұмытып қалмас үшін. Яғни 87 63 17. Жазып болғаннан кейін өз парақшаларыңыздан міне шығу деген батырманы басу арқылы шығасыздар.
Міне, шыққаннан кейін қайтадан енді жаңағы оқушының логинімен санмен берілген құпия сөз бар ғой, уақытша құпия сөз. Соны қайтадан осы жерге тересіздер. Қайтадан кіру батырмасын басасыздар. Кіру батырмасын батқаннан кейін пайдаланушы аты деген жерге жаңағы күнделік кезетін шығарып берген логинін тересіздер. Құпия сөз дегенге жаңағы санды уақытша құпия сөзді тересіздер. Мына мен жаңағы логинімен Нұртас Айтжан деген логинімен 87 60 17 деген санды тергеннен кейін, кіру батырмасын басып тергеннен кейін бізге мынандай жаңа құпия сөзді таңдаңыз деген бет ашылады. Яғни сіздің жаңа құпия сөзіңіз, жаңағы алып жатқан Нұртасқа біз өзіміз қайтадан жаңа сақталатын пароль жазамыз, құпия сөз жазамыз. Оны да сіздер алдын ала параққа жазып аласыздар. Мына жаққа жазған кезде ұмытып кетулеріңіз мүмкін, сол үшін сол параққа жазып алған парольдеріңізді қатесіз осы жерге теріп шығасыздар. Мысалы, мен мынандай пароль бердім. Нежный профиль 2020 собачка үлкен Н. Яғни мына жағын қарасаңыздар, жасылмен толық керемет деген сөз шықты. Яғни пароль қабылданды деген сөз. Әрі қарай осы құпия сөзді қайта енгізіңіз. Қайтадан осыны қатесіз не істейміз? Енгізіп шығамыз. Нежный профиль 2020 собачка үлкен Н. Бұдан әрі деген батырманы басасыздар. Міне, яғни қатынасты қалпына келтіру. Біз сол оқушының паролін қайтадан қалпына келтірдік. Осы жерге қарасаңыздар, мына жерде мекен жайына жіберілді деп тұр. Яғни сіздер білесіздер, әр оқушының өзінің почтасы, ашқан почталары бар. Сол почтаға кірсеңіздер, сіздерге почтаға жаңа күнделік кезет порталы сіздерге растау хаты немесе сіз жаңа күнделік кезетке сіз пароліңізді ауыстырдыңыз деген сияқты хабарлама хат келеді. Сол ссылканы басу арқылы қайтадан парақшаларыңызды өңдеп шықсаңыздар болады. Және енді сайтқа өту деген батырманы басасыздар. Міне, сайтқа өту батырмасын басқан кезде Айтжан Нұртастың парақшасы. Мына жеріне қарасаңыздар, мен оқушы Айтжан НС деп тұр. Яғни оқушының өзінің күнделік кезеттегі парақшасы ашылды. Енді осы жерге қарасаңыздар, менің мектебім, менің сыныбым, күнделік, кесте, үй тапсырмалар деген бар. Үй тапсырмаларын бассаңыздар, яғни үй тапсырмалар шығады. Мысалы, мына жерде сабақ беретін мұғалімдердің аты жөндері тұрады. Бізде сәрсенбі 25 наурыз дейді. 5 қыркүйектегі мысалы тапсырмалар, үй тапсырмалы. Яғни оқушы осы жерден өзінің үйге берген тапсырмаларын үй тапсырмасы деп көре береді. Немесе мына жерде күнделік деген батырманы басу арқылы ол өзінің 90-дар бойынша қандай бағалар алып жүргенін көре алады. Мысалы, пәндері бір ғана пән бойынша немесе 90-дар бойынша деп оқушы өзі іздеп ары қарай көріп ала береді. Мысалы, 90-дар бойынша дейді. Мына жерде қазір бізде 1-90 көрініп тұр. Яғни мысалы 1-90-дағы жалпы оқушының жаңағы формативті бағалаулары, мына жерде белгілері орта, жақсы деген. Мына жерде ауырып қалу бойынша БЖБ дейді. Яғни бұл жерде бірінші БЖБ, екінші БЖБ, яғни БЖБ-дан қанша балл алғандары, мысалы максимал балл 7 болса, соның 5-іне жауап берген, максимал балл 9 болса 6-ына жауап берген деген сияқты. ТЖБ-дағы 1-90-дағы, яғни мына жердегі пайыздары, жалпы бағасы қанша болды. Бағасы дене шынықтыру бұл жерде есептелінбейді. Міне осы арқылы оқушы өзінің жаңағы 90-дар бойынша, пәндер бойынша бағаларын көріп отырады. Және мына жердегі үй тапсырмалар батырмасы арқылы оқушы өзінің берілген үй тапсырмасын осындай беттен қарап отыра алады. Сіздермен бірге болған мен Қаратөбе негізгі орта мектебінің информатика пәні Қонарова Алтынай. Сіздерге менің бейне сабағым ұнаған шығар деп ойлаймын. Сау болыңыздар.